бізде тағы да бір видео, ол видео всплывающий баннер. Оны біз қалай жасаймыз? Всплывающий баннер ол көп телевидениеда, көп видеоблогтарда түсіріледі және жасалатын дүние. Ал енді біз бастаймыз. Ол үшін біз графикамыз таңдадық. Графика, создать слой, прямоугольник. Біз осы прямоугольникті жасадық. Енді осы прямоугольникті өзі керек формада тарталамыз, соза аламыз. Және мысалы қай бұрышқа, мына бұрышқа, немесе мына бұрышқа қойып десе де ой аламыз. Және осыған біз осыған орнатайық. Енді біз бұған элемент управления эффектімда бізде фигура деген вкладка пайда болды. Осы фигура деген жерден біз бұған түс береміз. Мен бұған түс қойдым бұған. Енді сіздің қалауыңыз басқаша болады. Ақ, қара, қызыл деген сияқты қоюға болады. Енді бұда мысалы біз тень қоямыз. Мысалы темная тона дейді. Мысалы бұны біз кішкене былай қойсақ та болады. Мысалға әркім енді маска былай жасап көбісі сәл көбірек. Меніңше осылай. Енді осыған біз жазамыз. Бұл енді атақты көліктердің бір түрі десек те болады, маркасы десек болады. Бұл жазуымыз мысалы қалың қылсақ болады, курсивті қылсақ болады, бірақ маған осы жазу ұнады. Енді бұл жазуға біз бізде мысалы көріп тұрғандай осылай пайда болады. Енді анимация жоқ болады. Енді біз оған анимация қолданамыз. Маған мысалға бұл жазу мына жерде пайда болу керек. Ол үшін мен масштаб осы жерге алып келемін. Осы жерден мысалы маған керек мына ағаштар пайда болу керек. Жазу пайда болсын. Мен аламын да сәл жүргеннен кейін маған бұл мысалы шығу керек. Пайда болды, иә? Енді қара. Енді әркімнің өзінің қалауында мысалы қалай шығатын, бірақ менде бүгін әзірге былай шығып тұр. Енді осыны біз мысалға осылай кете берсе де болады. Тағы да бұл жазуды біз қайтадан жоқ болған мысалы қайтадан істеп отырмыз. Мына жерге мысалға келеміз да. Жерімізде бұл жазу көрінеді ғой. Енді осы жерден бізде ноль аламыз. Осылай бізде пайда болды. Жоқ болды. Жазыңыздар, көріңіздер.